Hello students! Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 10-11 беттерін өтетін боламыз. Біздің бірінші тапсырмамыз Exercise number 17. Listen, point and repeat, then match. 17-ші жаттығу тыңда, белгіле және қайтала. Тапсырма бойынша бізде жануарлар көрсетілген, оның астында сөздер берілген, яғни әр жануардың өзінің аты. Енді біз суретпен астыда тұрған сөздерді сәйкестендіруіміз қажет. Ең бірінші сөзімізді оқимыз. Бірінші сөз cow. Cow. Cow бізде суретте қайсы? Бізде cow ол сиыр. Екінші сөзіміз goat. Goat. Goat бізде ешкі. Келесі үшінші сөзіміз rabbit. Rabbit. Бізде ол F суретінде. F суретінде бізде ол қоян. Төртінші сөзіміз бізде chicken. Chicken. Бұл И суретінде тауық. Келесі бізде duck. Duck. Үйрек. B суретінде көрсетілген. Келесі ең соңғы сөзіміз, яғни алтыншы frog. Frog. Ол бізде C суретінде көрсетілген, яғни құрбақа. Frog. Келесі жаттығу Exercise number 18. Find the animals and write. Яғни бұл тапсырмада жануарларды тауып, жазу қажет. Біз осы ортада тұрған сөздерден жануардың атын құрастырып, суретке оның атын жазуымыз қажет. Яғни ең бірінші сурет бізде cat. Мысық cat деп белгіленіп тұр. Екінші бізде қоян. Қоян бізде қалай аталады? Rabbit. Rabbit. Қоян. Үшінші бізде үйрек duck. Келесі сурет бізде it. It бізде ағылшынша dog. Dog. Бесінші бізде тауық chicken. Алтыншы бізде құрбақа. Құрбақа бізде ағылшынша frog. Frog. Келесі бетті ашамыз. Бұл жерде study spot деген бар. Бұл ережеде has got және де have got жайлы айтылған. Бұның аудармасы менде бар деген сөз. Яғни бұл ережеде has he got blue hair? Yes, he has. Бұл жерде болымды сөйлем, болымсыз сөйлем және де сұраулы сөйлем көрсетілген. Егер сіздердің сөйлемдеріңізде I, you, we, they болса, have got қолданылады. Ал егер сіздердің сөйлемдеріңізде he, she, it болса, has got қолданылады. Егер сіздердің сөйлемдеріңіз болымсыз, яғни отрицательный болса, I, you, we, they-ға have not got қолданылады. Қысқаша түрде haven't got, яғни I haven't got, you haven't got, they haven't got, we haven't got деп қысқартып айта бересіздер. Ал he, she, it-та has not got. Қысқартып айтқанда she hasn't got, he hasn't got, it hasn't got деп айтасыздар. Ал бізде сұраулы сөйлемде керісінше have, has алдына шығады сөйлемнің. Міне бізде мысал келтірілген. Бірінші сөйлем has he got blue hair? Yes, he has. Has she got green hair? No, she hasn't. Бұл жерде сұраулы сөйлемде has алдына шығады, одан кейін бізде he, she, it қойылады, одан кейін got қойылады. Яғни аудармасы оның көк шашы бар ма? Жауап бар. Yes, he has. Келесі сөйлемнің аудармасы оның жасыл шашы бар ма деп сұрайды. Жоқ, жасыл шашы жоқ деп жауап береді. Келесі сөйлем have they got small mouths? No, they haven't. Осы сөйлемде бізде байқасаңыздар have қолданып тұр. Не себепті have? Себебі бізде they деген бар. Яғни біз I, you, we, they бар жерде have got қолданамыз. Бұл жерде сөйлемнің аудармасы, яғни олардың кішкентай тышқандар бар ма деп сұрап тұр, яғни жоқ деп жауап беріп тұр. Бұл сіздерге ереже түсінікті болған шығар, яғни I, you, we, they болған жерде have got қолданамыз. Ал she, he, it бар жерде has got қолданамыз. Have-дың болымсыз түрі haven't got. Has-дың болымсыз түрі hasn't got.
Ал сұраулы сөйлемде has және де have алдыға шығады. Енді біз тапсырма орындаймыз. Exercise number 19. Make sentences. Яғни бұл жерде жаңағы ережеге байланысты тапсырма берілген. Бұл тапсырма бойынша біз сөздерді дұрыс орналастырып, сөйлем құрастыруымыз қажет. Бірінші сөйлем жасалынған, енді екінші сөйлемді жасаймыз. Big, my, ears, hasn't, dog, got деген сөздерден сөйлем құраймыз. Енді сөйлем құрастырамыз. My dog hasn't got big ears. Сөйлемнің аудармасы менің итімнің үлкен құлақтары жоқ. Үшінші сөйлем They haven't big noses. Бұл бізде болымсыз сөйлем. Бірінші they жүреді. They жүргенде haven't got. Аудармасы олардың, яғни pink дегеніміз розовый, қызғылт мұрындары жоқ деп аударылады. Келесі сөйлем төртінші Rabbits haven't got small ears. Қояндардың кішкентай құлақтары жоқ деп аударылады. Өздеріңіз білесіздер, қояндардың құлақтары үлкен болады. Соңғы сөйлем, яғни бесінші Roy the clown hasn't got big head. Келесі тапсырма Exercise number 20. Look, read and answer. Қара, оқы және де жауап бер. Бізде бірінші сөйлемде мысал келтірілген Has Liam got red hair? Yes, he has. Лиамның қызыл шашы бар ма деп сұрап тұр. Бар деп жауап беріп тұр. Екінші сөйлем бізде Have parrots got small heads? Бұл жерде папугайлардың кішкентай бастары бар ма деп сұрап. Сөйлемнің аудармасы бұл жерде parrots деген тотығыстардың кішкентай бастары бар ма деп сұрап тұр. Parrots, яғни тотығыстар деп айтып тұр. Көпше түрде айтылған. Көпше түрде бізде they қолданады, яғни олар, parrots, тотығыстар. Жауап берген кезде yes, they have деп жауап береміз. Келесі үшінші сөйлем Have dogs got two legs? Бұл сөйлемде иттердің екі аяғы бар ма деп сұрап тұр. Бұл жерде dogs көпше түрде болғандықтан no, they haven't. Яғни сөйлемнің болымсыз түрі no, they haven't деп жауап береміз. Төртінші сөйлем Has a pony got long legs? Бұл жерде сөйлемнің аудармасы понидың ұзын аяқтары бар ма деп сұрап тұр. Понидың аяқтары кішкентай болғандықтан no, it hasn't деп жауап береміз. Келесі жаттығу Exercise number 21. Which is Nurlan's pet? Read, choose and say. Бұл жерде, яғни Нұрланның қайсы үй жануары деп сұрақ қойылған, оқы, таңда және айт делінген. My pets. Бұл жерде суреттер көрсетілген pony, cat, dog, parrot. Енді біз дұрыс жауапты таңдауымыз үшін астындағы сөйлемді оқуымыз қажет. My pet has got a big body and 4 short legs. It's got a big head and 2 very long ears. 2. It hasn't got blue eyes. Енді сөйлемді аударамыз. Менің жануарымның үлкен денесі және де 4 кішкентай аяқтары бар дейді. Оның үлкен басы және де 2 өте ұзын құлақтары бар. Және де оның көк көздері жоқ делінген. Сөйлемді оқыдық, оны аудардық, енді Нұрланның жануарын табуымыз қажет. Қайсы сәйкес келеді? Яғни оның үлкен денесі бар екен, 4 кішкентай аяқтары бар екен, үлкен басы және де ұзын құлақтары, көк көзі жоқ екен. Қайсы сәйкес келеді? Әрине, итті айтып тұр. He pet is a dog. Ит бізде ағылшынша dog. Дұрыс жауап His pet is a dog деп жазамыз.